Сіздерге мынандай бір керемет хадис айтып берейін. Пайғамбарымыз былай дейді: мұсылманшылықтың керемет ең жақсы көрінісінің бірі адамның өзіне қатысы жоқ нәрсені тәрк етуі дейді. Адам не нәрсені тәрк етеді? Адам өзіне ұнамайтын, өзіне қажет емес нәрсені тәрк етеді. Міне осы нәрсеге қатысты ғұламаларымыз бір нәрсені тәрк етудің өлшемін былай түсіндіреді. Адам баласы бір нәрсеге кірісер кезде, бір нәрсені айтар кезде, немесе біздің қоғамның форматымен алатын болсақ, қазір ақпарат өте көп, әлеуметтік желі өте көп, қарайтын, көретін дүниелеріміз өте көп. Сол себепті бұны да қоссақ болады. Яғни бір нәрсені қарайын деп, көрейін деп жатқан кезде мына өлшемге саламыз. Сіздің дүниеңізге немесе ақыретіңізге пайдасы бар ма, жоқ па? Егер пайдасы болса, аламыз, пайдасы жоқ болса, оны тәрк етеміз. Өйткені оның бізге қатысы жоқ. Бұл хадис өмірлік принциптердің ішіндегі ең ұлы қағидалардың бірі. Олай болса,